Қадірлі таң көрермен, эфирде шоколад кімге бұйырат бағдарламасы. Бүгінгі шығарылым ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлына арналады. Ал қонағымыз Арайлым Сауытбек, қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет, тамаша. Дайынсыз ба ойынға? Я дайынмын 100%. Ойынға дайынсыз ба? Дайынмын, әрине. Тамаша. Олай болса, бастайық. Олай болса, алғашқы сұрақ. Ахмет Байтұрсынұлы дүниеге келген жылда атаңыз. 1872 немесе 1840. Сізде ойлануға 10 секунд уақыт бар? Уақыт кетті. Уақыт аяқталды. Менің ойымша енді Абай Құнанбаевтан кейінгі екінші ірі тұлғаның бірі ғой Ахмет Байтұрсынов. Сол үшін Ахмет Байтұрсынұлының дүниеге келген жылы 1872 жыл деп ойлаймын. Дұрыс жауап. Ал енді екінші сұрақ. Ахмет Байтұрсынұлы бас редактор болған газетті атаңыз. Бірінші нұсқа Қазақ, екінші нұсқа Айқап. Ойланыңыз. Мен қазір өз жауабыма кішкене сенімсіздеу болып отырмын. Сол үшін жеңілдікті пайдаланып, залдың көмегіне жүгінсем болады ма? Әрине, болады. Мінеке мына жас жігіт отыр екен. Жауап беремін дейді. Ол кісінің жауабын естіп көрек. Қазақ. Қосыласыз ба жауабына? Өзімде қазақ деген ойлағам. Я, әрине келсем. Олай бұл жауапты қабылдаймыз? Жауап. Дұрыс. Ахмет Байтұрсынұлының «Маса» деген өлең жинағы қай жылы басылып шықты? Бірінші нұсқа 1911 жыл, екінші нұсқа 1913 жыл. Бұл сұрақтың жауабы 1911 деп ойлаймын. Бірінші жауап. Сенімдісіз ғой жауабыңызға? Я, әрине. Өзіме сенімдімін. Бұл сұраққа жауап бермесеңіз, алдындағы екі сұраққа дұрыс жауап бергеніңіз есептелмейді, сіз шоколадтан құр қаласыз. Жоқ, сенімдімін. Олай бұл жауапты қабылдаймыз. Жауап дұрыс. Арайлым ханым, сіз енді бүгін өзіңіздің білгір екеніңізді, сауатты екеніңізді көрсеттіңіз. Сол үшін мына шоколад сізге бұйырады. Ал біздің келесі қонағымыз Шыңғыс Мамырбек, қош келдіңіз. Қош көрдік, шақырғандарыңызға. Олай болса дайынсыз ғой, Я, әрине. Олай болса сұрақтарды бастайық. Ахмет Байтұрсынұлының еңбегін табыңыз. Бірінші нұсқа 40 мысал, екінші нұсқа Оян қазақ. 40 мысал. Сенімсіз ғой, Сенімді, өйткені оны Евгений неден бар, Александр Пушкиннен аударған Ахмет Байтұрсынұлы. Олай болса жауапты қабылдайық, дұрыс. Ахмет Байтұрсынұлы құрған партияны атаңыз. Бірінші нұсқа Алаш, екінші нұсқа Қазақ. Әрине, Алаш партиясы. Өйткені 1917 жылы Әлихан Бөкейхановпен бірге Ахмет Байтұрсыновтар Алаштың зиялылары Алаш партиясын құрған болатын. Дұрыс жауап қабылдаймыз. Ахмет Байтұрсынұлы дүниеге келген облысты атаңыз. Бірінші нұсқа Қостанай, екінші нұсқа Жамбыл облысы. Қостанай облысы. Ойланбайсыз ба? Өйткені Торғай ауылында дүниеге келген. Олай болса жауапты қабылдаймыз. Жауап дұрыс. Бүгінгі біздің бағдарламаға қатысып, біліміңізді көрсеткеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Мынау сізге.